Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Құранда да және хадистерде айтылған сарымсақтың пайдасын білесіз бе? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Құранда айтылған сарымсақтың пайдасы. Әдетте тұмау тигенде, не болмаса ас мәзірінде қолданылатын сарымсақтың емдік қасиеті мол екенін біз біле бермейміз. Ал оның Құранда да, хадистерде де айтылатындығына назар аудардыңыз ба? Әрі хикметке толы Хакім Раббымыз сарымсақты да адам баласына өте пайдалы етіп жаратыпты. Ол қандай өсімдік? Сарымсақ пияз тұқымдастар тобына жататын көп жылдық шөп тәріздес өсімдік. Өнімді топырақтың астына салады. Топырағы жұмсақ әрі құнарлы болса, сарымсақтың басы да үлкейе түседі. Басы бірнеше бөліктерден құралады. Дәмі ащы, иісі өткір. Күздік және жаздық деп бөлінеді. Көкөніс ретінде ас мәзірінде бұрыннан көп қолданылады. Әсіресе Шығыс, Оңтүстік Азия, Таяу Шығыс, Солтүстік Африка елдерінде, сондай-ақ Жерорта теңізінің тағамдарының негізгі қоспасы. Ертеде римдіктер мен гректер сарымсақ жеген әскері батыл әрі өжет болады деп сенген. Тіпті Олимп ойындарына қатысатын атлеттер де бұдан шет қалмаған. Мысырлық әйелдер балаларын ішек құрттардан сақтау үшін мойындарына сарымсақ іліп қоюды әдет еткен. Пирамидаларды салып жатқан жұмысшыларды түрлі аурудан қорғау үшін оларға пияз бен сарымсақтан қосылған тағамдарды көп жегізген. Сарымсақ жеу олардың жұмысқа деген қабілеттерін арттырған көрінеді. Бұл жайында біздің заманымызға дейін 450 жылы Мысырға саяхат жасап, Хеопс пирамидасын тамашалаған көне грек тарихшысы Геродот мынадай естелік жазып қалдырған. Пирамидада да көне Египетке тән белгілермен таңбаланған жазбалар сақталыпты. Онда пирамиданы салып жатқан уақыттарда жұмысшылар тұтынған ащы көкөністер, шалған, пияз бен сарымсақтардың мөлшері көрсетіліпті. Әлгі жазбадағы таңбаларды түсіндіріп тұрған аудармашым бір мезетте қатты таңғалған кейіпте, білесіз бе, жұмысшыларға пияз бен сарымсақ аулауға жұмсалған ақша тұп-тура 16 000 күмісті құрапты деген есімде жақсы қалыпты. Қытай халқы сарымсақты ас қорыту мен тыныс алу жолдарындағы ауруларды емдеуге, оба мен тырысқақ індеттерінен қорғануға, әйелдердің етеккір циклі бұзылған кезде, тері ауруларына, ревматизмге көптеген пайдаланса, көптеген ұлттар сарымсақты әлі де жылан шаққанда удың әсерін кетіруге жаратуда. Бірінші дүниежүзілік соғыста әскерлерге көбірек сарымсақ жегізу арқылы оларды жұқпалы аурулардан қорғау тәжірибесі іске асырылған. Құранда аталама. Аллах тағала Мұса пайғамбар қауымын түрлі сынаққа салып, 40 жыл шөлде қаңғыртқаны белгілі. Көктен бізге тамақ түссін дегенде, оларға үнемі бөдене еті мен мәннә шырыны түсіп тұрған. Бірақ біршама уақыттан кейін әлгі қауым қайта баяғы әніне басады. Өздері бұрын көп тұтынған көкөніс түрлерін, жеңсік астарын аңсайды. Тамақтың бір түрінен жалыққандарын айтып, Мұса пайғамбарға шағымданады. Осы оқиға баяндалғанда аяттағы көкөністер қатарында сарымсақты аталған. Әй Исраил ұрпақтары, бірде сендер, әй Мұса, біз бір ғана тамаққа төзіп отыра алмаймыз. Біз үшін Раббыңа дұға ет. Бізге жерден өсетін дәнді дақылдан, асқабақтан, сарымсақтан, жасымықтан, пияздан шығарсын деген едіңдер. Хадистерде не айтылған? Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз төмендегідей бір қатар хадистерінде сарымсақтың өте пайдалы екендігін және оған емге жарату керектігін білдірген. Сарымсақ жеңдер, сонымен емделіңдер, өйткені ол 70 түрлі ауруға ем. Сарымсақ пен пияз жеген кісі мешіттерімізге жоламасын, үйде отырсын делінген. Кейде Расулаллаға көкөністен жасалған тамақ әкелінсе, алдымен иісін байқап, неден жасалғанын сұрайтын болған. Қай көкөніс түрі екенін анықтап, өзі жемейтін болса, жанындағы сахабалардың біріне беретін. Әлгі сахабасын сәл тартынғанын байқаса, сен маған қарама, же, өйткені мен сен секілді емеспін. Сен сөйлеспейтіндермен, яғни періштелермен тілдесемін дейтін болған. Ислам діні көпшілік жиналатын орындарды таза ұстауға шақырады. Сондықтан мешітке, жамағатқа ұнамсыз, жағымсыз иіспен бармауды ескерткен. Ал Расулалланың пияз бен не сарымсақты жемей өзін әр уақыт таза ұстауы ол кісіге Жәбірейіл періштенің жиі келіп тұратындығы себеп еді. Құрамы:
Жаратушы иеміз сарымсақтың құрамын өте бай етіп жаратыпты. Зерттеушілердің айтуынша оның құрамында В және С тобына жататын дәрумендер хлор, темір, фосфор, йод, марганец, кальций, мыс, магний, көмірсулар тағы да басқа да микроэлементтер көп. Басым бөлігі судан және көмірсулар мен ақуыздардан тұрады. Сондай-ақ А, БВР, С дәрумендері кездеседі. Аздаған мөлшерде майлар да жоқ емес. Соның бірі эфир майы. Мамандардың айтуынша 100 грамм сарымсақта 150 кал бар. Қалай қолдану керек? Сарымсақты негізі шикіде жеген пайдалы. Сарымсақтың өткір иісін артынан алманы, жалбыз жапырақтарын немесе балдыр көкті шайнау арқылы сүт ішумен кетіруге болатындығы айтылған. Швецияда балалар мектепке барарда сарымсақ жегізу қалыпты әдетке айналған. Өйткені бұл балаларды мешеулікке ұранудан сақтайды дейді. Бүгінгі күні дәріханаларда сарымсақтың ұнтақтары мен арнайы дәрілерді халыққа тарауда. Мамандар күн сайынғы тамақты 10-15 грамм сарымсақ жеп тұрудың денсаулыққа пайдалы екенін айтады. Сарымсақтың қандай пайдалары бар? Бүгінге дейін зерттеген ғалымдардың айтуынша, сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Бір қатар пайдалары мыналар. Құрамында антисептиктердің жағымды емдік қасиеттері мол. Қан қысымын төмендетеді, қабынуға қарсы. Иммунитетті нығайтады, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды. Ағзадағы бактерияларды өлтіреді. Асқазан және ішек жолдарына, жүрек талма ауруларына ем. Микробты болдырмайды. Жараны тез жазады, ауруды басады. Ішек құрттарды жояды және қақырықты түсіреді. Сарымсақ қанды тазалайды. Ол табиғи антибиотик болып табылады. Ертеде оба ауруына ұшырағандарды емдеуге баратын дәрігерлердің сарымсақ салынған суға батырылған дәкемен жүздеген орап алуы осы себепті деп білінеді. Сарымсақ суын суық тиген ауруларға да таптырмайтын ем. Ол жүйке жүйесі бұзылғанда зәр жолдарын емдеуге, сондай-ақ организмді тазалауға пайдаланады. Теріге сүйел немесе темірткі, сыздау, қышыма, тағы басқа да жаралар шыққанда да емге жаратады. Қатты суықтап қалған кезде сарымсақты ұсақтап турап, үстіне ыстық су құйып, соның буымен дем алу керек. Тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан ашып, сонымен тістің қызыл етін сүрту керек. Сүйел шыққан жағдайда ұсақталған сарымсақты азғантай балмен араластырып алып, әлгі жерге қалыңдап жағып танып тастаған жөн. Тағы бір әдісі, ұсақталған сарымсақты жұқа дәкеге салып, қашан қыздырғанша белге тартып байлап қояды. Сосын оның орнына май жағып, жүн матамен орап тастайды. Гипертониялық аурулар кезінде қатарынан 2 күн немесе 2-3 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып, түнге қарай жеген дұрыс. Сосын 2 апта үзіліс жасап барып, осы процедураны тағы бірнеше рет қайталайды. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қорыта келгенде, өзі бармақтай болғанмен сарымсақтың емдік қасиеті мол. Нақты қандай ауруларға ем екені бүгінгі күні толық айтылды. Бұндай жайттарды ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқандай лабораторияда зерттеу жүргізбей-ақ уақиғаға сүйене отырып жеткізген. Сарымсақты емге жаратыңыздар. Онда 70 түрлі ем бар деуі, әрі оның бүгінгі күні толықтай дәлелденуі әз елшінің тек ақиқаты ғана айтылғанын ұқтыруда. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Ауырмаңыз, бар болыңыз.